Сәлеметсіздер ме менің алтын тыңдармандарым. Бірге келін болған апалы сіңілер. 2 бөлім. Арадан бірер айлар өтті. Айдайдың жүзі түтігіп кеткен. Мынау жаңалыққа не қуанарын, не түңілерін білмейді. Сіңлісін тағы да қыспақ қалды. Неге енді ақан, басқа жігіттер құрып қалды ма саған? Сен қызақ мені күйдіріп өлтіретін болдың ғой, деген Айдай сіңлісінің ақамен кездесіп жүргеніне қарсы болды. Кездескенде 2 рет атқа отырып, қыр етегінде серуендеген ғой. Жай ғана достар секілді. Соны жеткізбек болып еді. Әпкесі баж ете қалған ес. Қойш, осы сағанақ менің жігітпен жүргенім ұнамай қойды ғой тегі. Әпке болып сырласудың орнына ақылыңды айтып, текеңдеп шыға келесің. Сөйлескім келмейді сенімен, шынын айтсам. Не болыпты ал, не бүлінді? Деді.